Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Ештеріңіз, бала шағаларыңыз бәрі аман ба? Так, бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы менің ниетім сабағы жайлы айтамыз. Күн суыды, күн салқындады. Қараша айының ортасына келді. Қайырлы кеш. Қалайсыздар? Қазір кішкене қосылсын. Қалған адамдар да қосылсын. Қалдарыңыз қалай? Ауыл елдеріңіз аман есен ба? Туған туысқандарыңыз бәрі аман есен ба? Ел жұрттарыңыз аман ба? Бүгін сабақ жайлы болады. Сабақ жайлы әңгіме айтамыз. Ол не сабақ, ол адамға не береді, оның пайдасы қандай, ол сабақты оқығаннан кейін қалай өзгересіз, ол өміріңізге қалай әсер етеді, оны қалай қолданасыз, ол сабақты құрастыруыма не себеп болды, неше жылдан бері оны қолданып келе жатырмын, оның пайдасы қандай, жалпы өзіңіздің миыңызды қалай қозғалтуға болады, өзіңіз қалаған өмірге қалай жетуге болады. Түрлі тақырыпта әңгіме айтамыз кеш жарық. Сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Сол сұраққа байланысты информация келеді маған, сол бойынша айтамын. Сұрақтарыңызды жазыңыздар. Осы тақырып бойынша не белгілеріңіз келеді, қандай сұрақтарыңыз бар, соны жазыңыздар. Бұл сабақтың, бұл курс емес, бұл мастер-класс емес, бұл тренинг емес, бұл менің өзімнің өмір бойы қолданған және нәтижесін көрген, тәжірибемде қолданған білімдерім ғой. Барлығы осы уақытқа дейін қолданған, өмірімде көптеген нәтижелер берген білімдерім. Сол білімдердің барлығын бір жерге жинап, бір сабақ құрастырдым. Ол сабақты құрастыруыма көптеген инсайттар көмектесті. Осы күнге дейін мен көбінесе жазбаша жұмыс жасайтынмын өзіммен. Барлығын жаңағы армандарым болсын, мақсаттарым болсын, қалауым болсын, барлығын мен миымда емес, барлығын қағазда сақтауды әдет қылғаныма бір 10 жылдан астам уақыт болған шығар. Сол қағаз бен қаламның арқасында көбінесе сол жазған ақпараттарымның жүзеге асқан, жазған ақпараттарымның барлығының орындалғанына көзім жетіп, одан кейін оның басы қалай басталды, неге барлығы орындалмады деген сияқты мен сараптап отырып, анализ жасадым. Одан кейін қалай құрастырған кезде ол дұрыс шығады, қай жерде дұрыс жазған кезде қалай дұрыс жазу керек, қалай дұрыс жазған кезде ол дәл солай орындалады деген сияқты сұрақтарды қойып, көптеген анализдер жасап, кәдімгідей сол өзімнің қолданып жүрдім ғой, енді соны қолданып жүрдім, үздіксіз қолданып жүрдім, бірақ көптеген нәтижеге жеттім. Енді осыны өзімнің жаңа білімдеріммен қосып, өзімнің тәжірибелеріммен қосып, бұл енді менің тек қана ойлап тапқаным ғана емес, бұл ғалам дәлелдеп қойған ғой, баяғыда дәлелдеп қойған бұны. Не бір жаңағы мультимиллионерлер, не бір жетістікке жеткен бірнеше жаңағы бизнес көзін ашқан бизнес коучтер, әлемдік деңгейдегі, шетелде дамыған, шетелді дамытқан, шетелді өзіне қаратқан адамдар осы
техникалардың барлығын бұрында дәлелдеп қойған. Енді оны қазір де әр адам енді қалай қолданып жүргенін мен білмейді екем, бірақ мен өзімнің қолданысым бойынша, өзімнің жаңағы адамдарға қалай көмектесетіні жайлы барлығын сараптап анализ жасадым. Анализ жасағаннан кейін кәдімгідей өзім бір сабақ құрастырдым. Кәдімгідей жүйелеп, оған бірнеше уақыт кетті. Енді ол бір күнде құрастырыла салған нәрсе емес, бір сағатта немесе бір айда құрастырыла салған нәрсе емес. Сондықтан ол кәдімгідей дәлелденген. Ол сабақ сізге ойды басқаруға көмектеседі, потокта болуға көмектеседі, ойыңызды реттеуге көмектеседі, өміріңізді реттеуге көмектеседі. Көбінесе адамдар қазір кезенді көп адам өзінің сүйікті іздеп жүреді. Менің сүйікті ісімді тапсам деймін, бизнес ашсам деймін дейді. Әйтеуір адамдар алға қарай ұмтылып жатыр, бірақ бір жүйе жоқ адамдарда. Сол жүйе болмағандықтан адамдардың көбісінің ой шашыраңқы. Біресе бір нәрсені ойлап отырады, басқа нәрсе ойлап, потому что адамның ойына күніге 20 мыңнан 100 мыңға дейін ойлар келіп кетеді. Сол ойлардың ішінде сіздің арманыңыз да бар, сол ойлардың ішінде сіздің мақсатыңыз да бар. Ол ойлардың ішінде 80%-тен жоғары басқа адамдардың ойлары, басқа адамдардың сіздің айналаңыздағы басқа адамдардың программасы, басқа адамдардың ойлары. Олардың барлығы біздің өмірімізге энергетикалық деңгейде келіп, біздің ойлауымызға әсер етеді. Содан кейін біздің жаңағы нақты біз нені армандайтынымыз білмейміз. Нақты біз нені көздеп тұрғанымыз білмейміз. Нақты біз неге бара жатқанымыз білмейміз. Нақты бізге не керек екенін де білмейміз. Жалпы әйтеуір қазіргі бар нәрсені бар дейміз, бірақ көптеген ойлардың барлығы келіп кетеді. Арманда, қиялымызда болады, бірақ соларды біз іске асыра алмаймыз. Неліктен? Өйткені жүйе жоқ, мида тәртіп жоқ, адамның өзінде тәртіп жоқ, ереже жоқ, дисциплина жоқ. Ал бұл мен сізге беретін практика, бұл сіздің өміріңізді кәдімгідей бір өміріңізге ереже құрастырады. Кәдімгідей сіз өзіңізге ереже құрастырасыз, миыңызда тек қана өзіңіз жететін нақты арман болады, нақты мақсат болады. Соған жетуге сізге әрекет қалыптастырасыз. Басқа өзіңізге жаңа қоржыныңызға жаңа білім аласыз. Бұл жерде мен тек қана практиканың өзін ғана айтпаймын, ол практика қалай жұмыс жасайды, неше түрлі өмірімде болған, өзімнің қолым жеткен, көзім жеткен неше түрлі инсайттармен бөлісемін. Жаңағы қазіргі тілмен айтқанда лайфхак дейді ғой. Сондай жаңағы құпиялармен бөлісемін. Бұл практиканың қалай жұмыс жасайды, адамға қалай пайдасы тиеді. Енді бұл практиканы жасап болғаннан кейін адам кәдімгідей сіздің өзіңізді байқайсыз, бір потокта боласыз. Кәдімгідей өзіңізде бір іштей бір махаббат, бір үйлесімділік, сондай бір күшті сезім пайда болады. Ол ешкім оны сізге жасап бермейді. Мен барып жасап бермеймін, оны басқа біреу келіп жасап бермейді. Мен берем техниканы, мен сізге формуласын берем. Осы сабақта мен формуласын берем. Сол формуланы пайдалана отырып, өзіңіздің нақты сізге не керек өмірде, жалпы дәл қазір осы бір жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде не сізге қажет, сол нәрсені сіз осы мен беретін формула арқылы, мен беретін сабақта сіз үйренесіз. Бұл сабақ сізді өзіңізге ереже қалыптастырасыз, миыңызда тәртіп орнайды. Мынау адамның менталды денесі хаос қазір, өте ақпарат, өте көп. Мысалы, сіз бір нәрсені, бір арманға қарай жүріп келе жатасыз да, басқа нәрсеге кетіп қаласыз. Неге? Өйткені ақпарат өте көп, бізде ой көп. Ал бұл мен сізге беретін сабақ, үйрететін сабақ, мидағы артық сіздің өміріңізге қажет емес ойлардан тазартады. Миыңызда хаос тоқтайды. Кәдімгідей четкий целіңіз пайда болады, арманыңыз пайда болады. Сол арманға жету үшін сізге осы сабақта үйретем, қандай әсер етеді, сіз қалай жүресіз, жалпы осы кеңістігіңіз сіздің сол
практиканы қолданған кезде қалай жұмыс жасайды, және сіз сол нәрсені өміріңізге қалай тартасыз, иә, өміріңізге қалай келтіресіз сол нәрсені. Ол өміріңізде жоқ нәрсе болса да, сіз өміріңізге соның қалай келгенін білмей қаласыз. Бір ғажап нәрсемен келеді, бір чудамен болады, сондай болады. Бұл дәлелденген, бұл жалғыз менің ғана қолданғаным емес, бұл бұрыннан да қолданып келе жатқан неше түрлі анау қазір бір миллиардер болып кеткен оқымысты адамдар, дамып кеткен данышпан адамдар, ойшылдар барлығы осыны қолданған. Иә, мен жаңағы шетелдің адамдарынан оқыдым, енді бірталай жыл бұрын оны, бірақ маған мен үйренген кезде басқаша болды. Мен енді қазір оны зерттеп, өзім саралап, өзім анализ жасап, иә, қай жерде қандай болу керек. Өзімнің жаңағы былай айтқанда жаннан, жүректен шыққан білім болып саналады. Мен сізге жаңағы біреудікін ала салып, сана деңгейінде берген кезде адамның жүрегіне қонбайды білім. Адамның жүрегінен шыққан кезде, жүректен шыққан сөз жүрекке барып қонады да, сол адамдарда нәтиже бола бастайды. Бұл техника, бұл сабақ сізбен бірге өмір бақи қалады. Бұны сіз өзіңіздің балаларыңызға үйрете аласыз. Сіз бұл сабақта жалпы өзіңіздің өміріңізді басқарасыз, өзіңіздің ойды басқарғаннан кейін бітті. Ой басқарылса болды, өмірді басқарасыз. Біз көбінесе өмірімізді өзіміз басқармаймыз ғой. Біздің өмірімізді басқармаған кезде бізге келген жақсы информациялар, жақсы идеялар, жақсы бізді дамытатын, жаңа деңгейге өткізетін ақпараттар келген кезде, біз оны бізге келіп тұрған нәрсе деп ойламаймыз да, ұстап ала алмаймыз, жіберіп аламыз. Ал бізге келген ойды, ақпаратты, идеяны келген кезде, орындап үлгермеген кезде, оны қоғам орындап кетеді, басқа адамдар орындап кетеді. Кімде болды мынандай жағдай? Мысалы, сіз бір нәрсені армандап жүрдіңіз, ашам деп, немесе алам деп. Бір кезде қарасаңыз, интернетті ашқанда, уже бір адамдардың соны қолданып жатқанын білдіңіз. Міне сол сіздің дер кезінде келген ойыңызды іске асыра алмағандығыңыз. Жіберіп алдыңыз да, мүмкіндікті жіберіп алдыңыз. Басқа адамдар қолданып кетті. Ал сіз бұл сабақта сондай таза өзіңіздің энергияңызбен молшылықта өмір сүргіңіз келе ме? Өзіңіздің өміріңізге қалаған жаңағы көлігіңізді алғыңыз келе ме? Қалаған үйіңізге көшкіңіз келе ме? Балаңызды грантқа түсіргіңіз келе ме? Денсаулығыңызды мықты етіп сақтағыңыз келе ме? Миды соған дайындайсыз. Мен оның ережесін берем. Миды сол өзіңіз қалаған өмірге қалай дайындау керектігінің четкий формуласын берем, болды. Ол прям сіз өзіңізбен өзіңіз боласыз. Ол сабақта сіз өзіңізбен өзіңіз болуды, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасауды үйренесіз. Сондай керемет сабақ болады. Ол сабақта мен бонусқа керемет медитациялар беремін. Әр тақырыпқа байланысты медитация берем. Тақырып, мысалы, түрлі тақырыптар болады ол жерде. Өзім дайындап берем сабақта, барлығын түсіндіріп айтам. Дайын шаблондар болады, сол дайын шаблондарға қарап өзіңізге жақын версиясын таңдап аласыз, сол бойынша ары қарай өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Кәдімгідей отырып өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңілесіз, өзіңіздің энергияңызды басқарасыз, өзіңізбен өзіңіз боласыз, өзіңізге сұрақ қоя білесіз, өзіңізді дамытасыз. Бұл сіз үшін бір қоржыныңызға қосылатын жаңа білім болып саналады. Бұл жай бір техника емес, кәдімгідей сізге білім бұл. Бұл білімді алып алғаннан кейін сіз өміріңіздің соңына дейін бұны қолданасыз. Кез келген жерде қолдана аласыз. Кез келген арманыңызға қолдана аласыз. Кез келген қалаған нәрсеңізге жету үшін қолдана аласыз. Мысалы, сотта жеңу үшін, мысалы, жаңағы ақша жинау үшін, жаңа табыс көзін ашу үшін, өзіңіздің сүйіктісіңізді табу үшін, денсаулығыңызды мықтылау үшін, денсаулығыңызды жақсарту үшін, өзіңізге ереже қалыптастыру үшін, тағысын тағы, көп өте материалдық
материалдық дүние мен рухани құндылықты біріктіріп, ұштастыра отырып, рухани мен материалды ұштастыра отырып, өзіңіздің қалауыңызға жетесіз және өзіңіздің қалаған өміріңізді құрастыра аласыз. Бұл сабақта сіз көптеген құнды ақпараттарды білесіз. Көптеген өзіңізге қажетті білімдерді білесіз. Сондай сондай екен ғой деген сияқты көптеген сабақтарды білетін боласыз. Тағы да енді көптеген инсайттармен бөлсем, сол кезде сабақтың барысында барлығын айтып, басын аяғына дейін үйретемін. Бонусқа тақырыптарға байланысты түрлі ешқай жерде болмаған, ешкім оны жасамаған медитацияларды беремін. Сол тақырыпқа байланысты мәтіндерді беремін, сол таңдаған тақырыбыңызға байланысты медитацияларды беремін. Медитацияны тыңдау арқылы тақырыпқа дайындаласыз және өзіңізді сол тақырыпта ары қарай жұмыс жасап дамытасыз. Кез келген тақырыпта жұмыс жасауға болады. Бұл сабақта кез келген балаңыздың грантқа түсуі, мысалы, соған жасауға болады. Балаңыздың денсаулығының дұрысталуы, өзіңіздің денсаулығыңыздың дұрысталуы, бірнеше табыс көзіне жету, молшылықта болу, жаңа білімді қонымды етіп өзіңізге алу, бір тірлікті аяғына шейін аяқтау, көптеген көп жалқаулықты жеңу, қорқынышты жеңу, өте көп, барлығы осы бір сабақтың ішінде болады. Одан кейін бұл сабақты бастамас бұрын мен сіздерге армандардың орындалуына арналған, армандардың орындалмауы неліктен? Армандар жалпы мынау кеңістіктегі бүкіл информация сіздің дене діріліңізге байланысты келеді. Егерде сіздің дене діріліңіз сіз армандаған жоғарғы вибрациядағы қалауларыңызды тарта алмайтын болса, оған сіздің вибрацияңыз жетпей тұрған болса, сіз ол арманға жете алмайсыз. Неліктен? Өйткені денеде қорқыныш бар, күмән бар, күдік бар. Мен алдымен бұл сабақты сізге үйреткеннен кейін сіздерге қорқынышты жеңуге, өкпе ренішті жеңуге, өзіңіздің осы күйіңізді, осы дәл қалпыңызды қабылдауға, түрлі ең бірінші сол өзіңіз қалаған өмірге жетуге сіздің энергияңызды дайындайтын медитациялар дайындап қойдым. Ол медитацияларды мен өзім жазам, барлығы авторлық, ешқай жерден ондай медитациялар мен көрген жоқпын, естіген жоқпын. Барлығы өзімнің жүрегімнен шыққан, өзім құрастырған, кәдімгідей адамның жанды жеріне тиетін, адамды действительно емдей алатын сондай сабақ бұл. Бір жерден бір шетінен сіз медитацияны тыңдайсыз, өзіңіздің ойыңызды басқарасыз, өзіңізді өмірге не керек екенін, сіз қандай адам болғыңыз келетінін ойлай алатын боласыз. Ойыңыз ұшқырланады, ойыңыз дамиды, жоғары деңгейде ойлай бастайсыз, вибрацияңыз көтеріледі. Қайда айтады ғой, мода болды ғой сөз, потокта болу. Потокта болу деген сол өзіңді басқару, өзіңді тыңдау, өзіңнің ішкі әлеміңе үңілу. Сол потокта болу. Потокта болу деген миллиондар тауып, миллиардтар тауып, елдің алдында жүру емес. Поток деген дәл қазіргі сәтте жүрегіңізге назар аудару, жанмен байланыс орнату. Осы сабақта сіз именно жаныңызды тыңдайсыз. Бұл сабақ тек қана логикамен жұмыс емес, бұл жанмен жұмыс. Сіздің жаныңыз нені қалап тұр, сіздің жаныңыз нені сезініп тұр. Сіз жаныңыздың не сезіп тұрғанын сезесіз. Прям ішіңізге өзіңіз жаңағы айтамыз ғой, погружение болады. Әрбір таңдаған тақырыбыңызға сіз үңілесіз, сол тақырыпты өзіңізге қаншалықты пайдалы, қаншалықты керек, соған сізге бағдар береді. Одан кейін көбінесе біз армандаймыз, бірақ сол армандарды кейде ұмытып кетеміз. Ал бұл сабақта сіз нақты арманыңызды, үлкен армандарды ойлайсыз, сол армандарға жететін ұсақ мақсаттарды қалыптастырасыз. Және сіз өзіңізге сіз қойып тұрған арман өзіңіздікі ме, өзіңіздікі емес пе? Жалпы сіздің направлениеңіз қай жақта?
сіз қай направлениеде болу керексіз. Мүмкін сіздің осы техника арқылы, осы сабақта сіз өзіңіздің жаңағы миссия дейсіз, предназначение дейсіз, өзімнің сүйікті ісім деп көп адам сұрайды ғой. Вот именно осы сабақта сіз соны табасыз. Мен бұл сабақты бұрын жаңадан осы қолданып бастаған кезде мен өзім ешкімнен сатып алған жоқпын. Мен ютубтан шетелдің мультимиллионерлері айтқан нәрсені переводта отырып жазып бастадым. Сол жазған қағаздары мен айтып жүрмін ғой әрқашанда. Мен әрқашан қалам мен қағаз қолымнан түспейді. Үнемі мен арман мақсаттарым жазам, үнемі мен өзімнің ойымды қағазға түсірем деп, иә. Солардың барлығы қарасам, мен қазір 70-80% орындалған. Сол кездегі жазған. Бірақ дұрыс еместі. Енді өзім құрастырдым ғой, өзім жазып отырмын, мен ешкім үйреткен жоқ. Енді мен сіздерге бұны жүйелеп, кәдімгідей жүйелеп, әр тақырыпқа бөлек барлығын мәтін ретінде сіздерге дайындап қойдым. Тек қана сіз сабаққа келесіз, сабаққа келгеннен кейін сіз сол мен үйреткен сабақты үйреніп аласыз, терең сабақ болады. Үйреніп аласыз, болды, ары қарай қолдана бересіз. Түк те қиындығы жоқ. Ол тек қана бір ғана формула. Сол формулаға салып, сіз өзіңіздің шаблоныңызды тауып аласыз. Мен бірнеше шаблон берем. Сол шаблонға сіз өзіңізді қоясыз да, өзіңіздің ішіңіздегі жаныңызды тыңдай отырып, денеңізді тыңдай отырып, санаңызды дамыта отырып, өзіңізді осы өмірде дамытасыз. Бұл техниканы мен ешқандай аудиториядан көрген жоқпын және естіген жоқпын. Қазіргі сатылып жатқан сабақтардан, практикалардан мен естіген жоқпын. Сондай. Енді маған сұрақтарыңыз бар ма осы сабақтар туралы? Тағы да не айтам бұл сабақ туралы? Қиын емес. Бұл сабақ сіздің өмір бойы сізбен бірге қалады. Оны сосын миыңыз жаттап алады. Сосын сіз оны өзіңіздің балаларыңызға, ұл қыздарыңызға үйретесіз. Бұл сабақта мысалы балаларыңыздың грантқа түскен қаласаңыз, оған да қолдануға болады. Жаңа үй алу, жаңа квартира алу, үйді сату, денсаулықты дұрыстау, мысалы қымбат бағалы сыйлықтарды алу, қоныс аудару басқа қалаға немесе басқа мемлекетке, кез келген. Тағы да жиһаздар ауыстыру. Мысалы біз цельді қоямыз, арманды қоямыз да, бірақ ұмытып кетеміз ғой, до конца апара алмаймыз. Ал бұл сабақта сіз бір нәрсені аяғына дейін апарып үйренесіз. Мынау кеңістікте қалай жұмыс жасайды кеңістік? Енді қараңыз, менің қолымда ручка бар, мынау қаламсап. Бұл қаламсапты да біреу ойлап тапты. Бұл пластмастан жасалған қаламсап, бұны да біреу ойлап тапты. Негізі біздің ойымызда, энергиямызда бәрі атомдардан тұрады ғой. Ал біз бір нәрсені біз ойымызда ойлаған кезде, сол атомдар бірігіп, осындай көзге көрінетін материяға айналады. Материя, мынау материя. Біз материалдық өмірде өмір сүреміз, біз денеміз, мен осы денеде көрініп тұрмын, демек мен осы денеде, мен сіздердің алдарыңызда көрініп тұрмын. Менің артымдағы заттар да сізге көрініп тұр. Мен телефон арқылы сіздерге көрініп тұрмын. Бұның бәрі материя. Ал енді көзге көрінбейтін, олардың барлығы энергия атомдардан құрастырылады. Енді сіз нейрондар арқылы жұмыс жасайды оның барлығы. Баста көзге көрінбейтін нейрон талшықтары бар, Ол нейрон талшықтары сіз мысалы қалам деп, күніге бір қызыл қалам деп бір рет айтсаңыз, тек қана ойыңызда қызыл қалам екені тұрады. Енді менің қызыл қаламдарым бар, барлығы әдемі, маған осындай дейтін болсаңыз, уже сіздің көп қалам бар екенін, оның сізге пайдалы екеніне түсінік пайда бола бастайды. Сосын сіз қалам туралы информацияны іздеп бастағанда, сіздің алдыңыздан тек қана қызыл қаламдар туралы ақпараттар шығады, байқайсыз ба? Мысалы, сіз тек қана эзотерика білімі жағынан қызығып жүрген болсаңыз, сіздің алдыңыздан тек қана эзотерикаға байланысты ақпараттар шығады. Мысалы, сіз бір жаңа үй алғыңыз келіп жүрсе, үйге көшкіңіз келіп жүрсе, үйге көшкіңіз келіп жүрсе,
тек қана үй алу туралы ақпараттар шыға бастайды. Жаңағы ипотеканы депозитті қалай ашу керек, оның қанша пайызы бар, қанша пайызды құю керек деген сияқты ақпараттар шыға бастайды. Міне сол біз кеңістікке нені айтамыз? Кеңістік бізге сол ақпаратты алып келеді. Ой арқылы ғой. Сонда бұл сабақта сіз ойға бір нәрсе туралы айтып үйретесіз. Миды жаттықтырасыз. Миға сіз бір нәрсе ғана айтасыз. Тапсырма бересіз, миға тапсырма бересіз, қалам туралы ақпарат бересіз, бітті. Миыңыз сіздің тек қана сол қаламның көбейіп, сіздің өміріңізге пайдалы болып алып келуін, және молшылықта болуын, берекелі болуын, жаңағы сіздің игілігіңізге қолдануға, басқа адамдардың игілігіне қолдануға сондай болып келеді. Уже сіздің өміріңізге қалам келеді. Сол қаламды өзіңіздің өміріңізге тартасыз. Бұл енді тек қана бір ғана мысалын айтып отырмын сіздерге. Жалпы бұл сабақта осындай тема болады, осындай тақырып болады. Эзотерикаға байланысты, одан кейін психологиялық травмаларға да тоже байланысты болады. Жаңа айтып өткендей, ең бірінші адамның арманына жетуіне өзге адамдардың программалары әсер етеді. Мен сіздерге өзге адамдардың программасынан арылуға медитация беремін. Денедегі қорқыныш блоктардан арылуға медитация беремін. Сол сабақтың ішінде болады. Тағы да көптеген ең бірінші алғашқы кезде адамның армандауына, адамның болашағына қарауына кедергі жасап тұратын энергиялардан және кедергі жасап тұратын эмоционалды, менталды блоктардан арылатын медитацияларды жасаймын. Сол медитацияларды алдында мен барлығын үйретемін. Оны қашан тыңдайсыз, қашан сіз шаблонға қарайсыз, қашан сіз оны қолданасыз, күніне қанша рет қолданасыз, қалай қолданасыз, ол қалай жұмыс жасайды, барлығын басынан аяғына дейін бірінші класстың оқушысына үйреткенде үйретіп беремін. Түгел өзім боламын, өзім үйретіп беремін. Одан кейін сіздерге тағы да нейрографиканың сабақтарын үйретемін сол жерде. Бірінші осы менің ниетті қалай қоясыз, ниетке қалай жетуге болады, оның шаблондары барлығы өте ауқымды. Бұл бір ғана сабақтан тұрмайды. Бірінші күні сол теорияны үйретемін, одан кейін барлық шаблондардың барлығын түсіндіремін, сіздер оның барлығын қорытасыздар, оқисыздар, барлығы оның кәдімгідей теориясы да бар, практикасы да бар, оның барлығын қорытасыздар, чат ашылады, сол жерде барлығымыз сұхбаттасамыз қатысушылармен бірге. Одан кейін медитацияларды қай кезде қалай тыңдайсыз, қандай ретпен тыңдайсыз, қандай медитацияны қай кезде тыңдайсыз, барлығының ретін айтамын. Медитациялардың барлығы дайын. Ең алдымен мимен жұмыс жасауды үйренесіз, денені босаңсытасыз. Армандар, сіз қалаған өмір не үшін келмей жатыр? Өйткені сіздің денеңіз босаңсып тұрған жоқ. Сіздің денеңіз стресте, сіздің денеңіз үнемі уайымда. Сіз үнемі уайымды ойлай бересіз, анау кредитті жабу керек дей берсеңіз, сіздің кредит туралы ақпараттарыңыз көбейеді, сізге кеңістік кредиттерді алып келеді. Ал кеңістік сізде анау кеңістікте мынандай понятие жоқ. Бүгін, кеше, ертең болмаса арғы күні деген понятие жоқ. Кеңістік дәл қазіргі сәтті ғана біледі, бітті. Сіз мысалы қазір кредитті көп ойлайтын болсаңыз, не үшін кредит көбейіп кетеді? Өйткені сіздің ойыңызда тек қана кредит. Сосын ол сіздің ойыңыз кредит деп вибрациялар таратқаннан кейін кеңістік оны сізге кредит керек екен деп ойлайды. Сөйтіп тағы да бір кредит алып келеді. Сөйтіп тағы да бір кредитіңіз қосылады. Осылай жұмыс жасайды негізінде кеңістік. Ал сіз сол кредиттің орнына мынаны алып тастап, басқа нәрсені бұрап, басқа программаны бұраған кезде ми уже басқа информациялар тарата бастайды кеңістікке. Жақсылық, молшылық, береке, табыс, бірнеше табыс көзі, махаббатта болу, сыйластық, құрмет, түсінісу, қабылдау, сондай позитивті сөздерді қолданып, осы практиканы қолданғанда, сізді кеңістік тыңдай бастайды. Динараға махаббат керек екен, молшылық керек екен, достаток керек екен, жаңағы бірнеше табыс көзі керек екен, байлық керек екен, саяхат керек екен. Көп өте, барлығы. Қандай молшылықтағы энергия бар, соның барлығын сіз таратып тұрасыз. Сіз бүкіл ғаламның ортасында жалғыз өзіңіз тұрғандай сезінесіз.
осы практикада. Оған мен сіздерге гарантия берем. Потому что бұл техника менің өзімнен өткен. Мен өзім қолданғанмын, өзімнің денем арқылы, өзімнің жаным арқылы, тәнім арқылы шыққан. Сондықтан бұл практиканың сіздерге де жұмыс жасайтынына сенімдімін. Так, мақсаттарды жазған кезде осы шақта жазады ма? Мысалы, алдым мен деп па, әлде алғым келеді деп па, алуым керек деп па, осыны түсінбей ақ қойдым дейді. Осы сабақта үйретем мен оны. Оның формуласын үйретем. Көп адам содан шатасып жүр ғой. Мен бұрынғы сабақты оқымаған кездердегі жазғандарымның барлығы енді шатты бұтты, әр жерден бір жазған, бір ойым анда, бір ойым мында, ананы жазып келетіп, нан жазып кеткем, сондай ғой. Бұл жақта сіздерге кәдімгідей шаблон берем. Сол шаблонға қарап отырып, өзіңізге ұнайтын барлығын сабақта үйретем. Қалай сөз қолданасыз, қандай сөздерді қай жерде қолданасыз, қандай сөздерді қолдануға болмайды, қандай сөздер сіздің өміріңізге кері әсерін береді, барлығын үйретемін сол сабақта. Сабақты енді 18 күні бастаймын. Бағасы қымбат емес, 24 000 теңге болады. Ол информация, медитация, бәрі сіздің өзіңіздің қоржыныңызда қалады. Оны ешкім шектеп алып қоймайды. Қай уақытта тыңдасаңыз да, қай уақытта жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Бұл мен сізге берген информациялардың барлығы сізбен бірге мәңгі қалады. Сіз өзіңізден кейін үйіңіздегі ұл қызыңызға үйретіп қойсаңыз болады. Бірақ бұл практиканы басқа адамға сатуға болмайды, авторлық құқықпен қорғалған. Өйткені мен құрастырдым, бұған енді көптеген тер төктім, көптеген өзімнің анализдерім бар, өзімнің қолданған тәжірибем бар, барлығы, сон барлығын бір жүйеге келтіріп, шағын ғана адамның миын ашытпайтын шағын ғана сабақ. Сосын практика ретінде сіздерге нейрографиканың негіздерінде үйретіп кетем. Осы сабақтың екінші сабағы ретінде нейрографика негіздерінде именно осы сіздің армандап жүрген жаңағы арманыңызға қол жеткізу, ниетіңізге жету үшін ниетіңізге жеткізетін алгоритмді мен сіздерге үйретемін. Сол алгоритмді кез келген тақырыпқа қолдана аласыздар. Сонда сізде осы 24 000 теңгенің сабағының ішінде кәдімгідей целый лекция болады, теориялық сабақтар болады. Өзімнің барлық білген инсайттарымен толықтай бөлсем, кәдімгідей осылай шынайы. Одан кейін әр тақырыпқа байланысты өзіңізге медитация тақырыппен жұмыс жасар алдында сіз сол тақырыпқа өзіңіздің миыңызды, денеңізді, тәніңізді, жаныңызды, барлық кеңістігіңізді дайындайсыз. Содан кейін барып жазасыз. Соны үйретем, қалай жазу керек, қалай сол тақырыпқа ену керек, сол тақырыптың ішінде қалай болу керек, ол тақырыпта қандай сөздерді қолдану керек, барлығын үйретемін. Толық басынан аяғына дейін үйретем. Зумда болады. Сабақты сақтап қоямын. Қай кезде тыңдасаңыз да, қай кезде жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Енді өз өміріңіздің қожайыны сіз өзіңізсіз. Бізге Алла тағала таңдау еркін берген. Қандай таңдауды жасайсың, қандай өмірді сүресің, өзің білесің. Менікі өзімнің білгенімен бөлісу. Енді бұл үлкен еңбек, өте уақыт, барлығының жасау, барлығы уақыт, сондықтан бағасы қатты қымбат емес, қыз-келіншектер. 24 000 теңге деп қойдым алғашқы қатысушыларға. Одан кейін мысалы 24 000 теңгеге сіз осы менің ниетім деген сабақты сатып алсаңыз, энергочисткадан өтетін болсаңыз, 150 000 теңге ғой, энергочистка жеке. Энергочисткадан өтетін болсаңыз, осы 24 000 теңгені минусовать етемін. Осы алғашқы қатысқан 10 адамға. Осы сабаққа алғашқы қатысқан 10 адам алдағы уақытта энергочисткадан өтетін болса, осы 24 000 теңгені 150 000 теңгенің суммасынан, ақысынан шегеремін. Алғашқы қатысқан 10 адамға. Бұл ақпарат өзіңізбен бірге мәңгі қалады. Ешкім оны алып қоймайды. Сол чатта боласыздар,
барлықтарыңыз өз пікірлеріңізбен бөлісесіздер. Енді эффекті өте керемет, күшті, прям кәдімгідей бар ғой, өзіңіз осы өмірді сезініп бастайсыз ғой, кәдімгідей сезініп бастайсыз. Мен бұрын қайда жүргем деп, кәдімгідей өзіңіздің өміріңізді, жаныңызды, тәніңізді сезініп бастайсыз. Айналаңызға қарап бастайсыз. Бір ішкі әлеміңізде бір тыныштық орнайды, көзіңіз ашылады. Жаңа білім аласыз ғой, жаңа білім бұл. Әр адамның әр айтқан сөздері сіздер үшін жаңа білім. Ол жан азығы ғой. Жанның азығы негізі білім. Білім алған адам ешқашан жерде қалмайды. Сіз алған білім де ешқашан жерде қалмайды. Тек қана жалқаулық тастау керек, қорықпау керек, сену керек. Алға қарай сол тапсырмаларды орындап жасау керек. Бітті. Басқа еш нәрсе жоқ. Прям өзіңіз бір рет қолданғаннан кейін рахатын түсініп аласыз. Мен прям ол техникасыз қанша жыл болды ғой, ол техникасыз күнім өткен емес. Постоянно жазам, постоянно сол қолданам. Енді менің ол нәрсе арқылы жеткен жетістіктерім өте көп, өте көп. Енді қалай деп айтсам сіздерге түсінікті болу үшін. Былай айтқанда, мен енді өз өмірімді өзім нөлден бастап құрастырып келе жатырмын ғой. Мен үшін әрбір менде болмаған нәрсе мен үшін жетістік. Сол үшін әр адамда да сондай болу керек. Мысалы, жетістік деген анау бір миллиардер болып, шетелде тұрып, немесе жаңағы қымбат көліктер алып, ол ғана емес қой жетістік деген. Жетістік деген жанның рахатын табу, жаңа біліммен жанды сусындандыру, нәрлендіру. Сол сіздің жетістігіңіз. Өзіңіздің сүйіктісіңізді табу, қоғамға, ғаламға, кеңістікке пайдалы болу. Ғаламға, кеңістікке пайдалы болу деген жалпы сол біздің айтып жүрген Алла разылығы үшін жасаған әрекеттеріміз. Біз айтамыз ғой, Алла разы болсын деп қоямыз да, бірақ адамды өсектейміз. Алла разы болсын деп қоямыз да, бірақ адамды жамандаймыз. Алла разы болсын деп қоямыз да, өтірік алдаймыз. Алла разы болсын деп қоямыз да, біреудің ақшасын алып аламыз, артық алып аламыз, бермей қоямыз, жаман сөз айтамыз, қарғаймыз, ренжиміз, өкпелейміз, сол кезде сізге қалай Алла разы болады? Алла разы болсын деген сөздің өзі ғаламға тигізетін, сіздің жаныңызға, рухыңызға тигізетін, өзіңізге жасайтын пайдаңыз ғой. Соны айтады. Сұрақтарыңыз бар ма? Енді 40 минуттай отырдым. Түсінікті деп ойлаймын. Жалпы сабақ керемет, қыздар, келіншектер, апайлар, керемет, келген адам өкінбейді деп ойлаймын. Өйткені өте қызық болады. Кәдімгідей бет-бет көрген сияқты әңгіме айтып отырып, барлығын түсіндіріп айтып беремін, үйретемін, көрсетемін. Нейрографиканың алғашқы негіздерін үйретемін. Ары қарай өзіңіз қалай жұмыс жасау керек екенін бір үйреніп аласыз да, өзіңіздің кез келген проблемаңызға нейрографика салып үйренесіз, және осы сабақты қолдануды үйренесіз. Сонда сіз қараңыз, 24 минуттың ішінде қаншама медитация болады, қаншама сізге шаблондар болады, қаншама сізге информация болады. Оның бәрі білім. Бәрі білім. Оның барлығын бір ешкім сізге тегін бермейді. Ешқай жерде тегін информация жоқ. Адамдар оның барлығын, мысалы, осы техниканы мен көргенмін, 333 мың теңгеге сатып жатқан көргенмін. Сол кезде мен таң қалдым. Мен бұл техниканы баяғыдан бері жасап жүрмін ғой деп. Сосын енді адамдарға пайдалы болсын, тиімді болсын бағасы деп 24 мың деп, білмеймін, сондай баға аузыма түсті. Білмеймін, ол қайдан келген, вообще пландамағам. 24 мың теңге деген аузыма түсті, сол 24 мың теңге болып қалады. Энергетикадан өтетін болсаңыз, 150 мың теңгеден 24 мың теңгені алып тастаймын. Алғашқы қатысқан 10 қызға солай болады. Алғашқы қатысқан 10 қыз солай болады. 10 қызға сондай жеңілдік жасаймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы эфирді сақтап қоямын. Эфирді енді басын аяғына дейін бір тыңдап шығыңыздар.
сабақ өте құнды болады. Бір тек қана бір сапырып бір нәрселерді айта бермеймін. Кәдімгідей по факту ғылыммен кәдімгідей зерттелген, әлем мойындаған нәрселер бұлар. Кәдімгідей жұмыс жасайтын, адамның құлағына кіретін, кәдімгідей адам өзі сезінетін, адамның жүрегінен орын табатын сабақ. Өйткені өзім қолдандым. Өзімнің жүрегімнен шыққан, өзім қолдандым. Барлық медитациялардың барлығын менің даусыммен тыңдайсыздар. Барлығын беремін. Сонда сіз сабақты аласыз, барлық медитацияны аласыз, дайын жаңағы нені аласыз. Енді шаблон деп айтамыз ғой. Енді ол тек қана сіздерге жаңағы қолдау үшін беріледі ғой, бірақ әркім оны өзі құрастырады. Әркім өзі құрастырады, оны үйретемін. Әркім қалай өзі құрастыруды үйретемін оны. Біреудің жазған, біреу көшіріп алған жұмыс жасамайды. Сол үшін бәрін үйретемін сіздерге. Тек қана мен шаблон қылып беремін да, мысалы үшін осындай кезде осындай сөздерді қолданасыздар, олар осындай деп барлығын үйретіп беремін. Сосын бонусқа нейрографиканың негіздерін үйренесіздер. Нейрографика қалай жұмыс жасайды? Ол нейрографика нейрондарды біріктіреді ғой. Мысалы, мынау сізге сіз тек қана бір рет, қазір мысалы көз алдыңызға қызыл алма деңіз. Қызыл алма деп айтқан кезде, сіздің ойыңызда энергиясын сезген кезде, мына жердегі нейрондар шашырап тұрады. Ал енді сіз қазір бірнеше рет, 20 рет, 30 рет, 100 рет қызыл алма деп айтсаңыз, уже энергия түзіле бастайды, бір жерге жинала бастайды. Енді сіз осы қызыл алма деген сөзді 101 нәрсе рет айтсатын болсаңыз, кәдімгідей көз алдыңызға қып-қызыл алма келмей ма? Бұл сабақ тура солай. Мен сіздерге беретін сабақ тура солай орындалады. Оның барлығын өзінің несі бар. Четко жететін, жаңағы сізді жеткізетін, ойыңызға басқа адамдардың ойын кіргізбейтін, ойыңызды таза ұстайтын өзінің ережесі бар. Сол ережемен таныстырамын, ережені қолдарыңызға беремін. Бітті, ары қарай өздеріңіз жұмыс жасай бересіздер. Оны қанша күн жазады, оның жазатын күндері болады, күніне қанша рет жазады, қай уақытта жазады, жазатын кезде не істеу керек, жазатын кезде қандай настрой болу керек, айналаңызда не болу керек, ойыңыз қандай болу керек, состояниеңіз қандай болу керек, барлығын айтып үйретемін. Сол кезде ғана біз өзіміздің қалаған ойымызды орындай аламыз, қалаған өмірімізге жете аламыз, нақты арман мақсатымызды қоя аламыз. Көбінесе адамдарда арман бар, бірақ соған сенбейді. Жарты жылдан қайтарып жүреді. Мысалы, 150 квадрат үй Алматының төрінен ойды жарты жылдан кесіп тастайды. Ой, маған қайда онда 150 квадрат үй, оны 300 миллион тұрады ғой, ол қайдан, мен 300 миллионды қайдан алам дейді да, тоқтатып қояды. Негізінде адам қаласа сол үйді алады. Сіз не қалайсыз, соған жетесіз. Бірақ оған біз кейде өзімізді сол арманға жету үшін өзіміздің ойымызды кесіп тастаймыз. Ой, біз қайдан оған жете алмаймыз ғой, қайдан, ол үшін бәленбай миллион ақша табу керек, ол үшін осындай ақша табу керек, оны мен қайдан алам дейді, адам бітті, кесіп тастайды ол арман, бітті, менікі емес деп қояды. Тағы да бір минусымыз, күшті бір армандар, идеялар келеді адамға, жаңағыдай күшті бір адамдарға пайдалы бір жұмыс бір келеді, адам кез келген адамға бір идея келеді. Сол идеяны іске асыратын кезде адам или жаңағы жолдан ойды кесіп тастаймыз, мен лайық емеспін деп қорқып, немесе екінші вариантты біз асығамыз ғой, біз тез жете салғымыз келеді. Қазір прям жаздық, прям қазір біздің өмірімізде сол үй Феррари болып тұру керек сияқты. Олай емес, кеңістік олай жұмыс жасамайды. Кеңістік андай жаңағы мен сіздерге айтқан атом сияқты жиналады. Алғашында сол ақпарат туралы энергиялар түзілмей тұрады. Одан кейін сіз айтқаннан кейін энергиялар түзіле бастайды. Одан кейін барып жинала бастайды. Одан кейін барып бір-бірінен байланысады да сізге соны материяға айналдырып өміріңізге алып келеді.
сол үшін өз өміріңді оймен құрастырасың деген сол. Сіз нені көбірек ойлайсыз, неге сіз көбірек фокусыңызды аударасыз, сол болады. Ал фокусты қалай регулярно аударып тұру керек, фокусты қалай сіздің өзіңіздің тек қана өзіңіздің шынайы арманыңызға аудару керек, оны да осы сабақта үйретемін. Өйткені көп адамдар армандайды, мақсат қояды, бірақ жарты жолға келгенде тастап кетеді. Қойшы что-то болмайтын сияқты деп. Қойшы бір досым айтып еді, осыны тек осы жасасаң тез жете қаласың деп айтып еді. Соны айтқанымен жасай сап едім, тек болмады ғой дейді. Өйткені ол сіздікі емес қой. Өйткені ол сіздің досыңыздікі. Ал бұл сабақта сіз нағыз өзіңіздің шынайы жүректегі арманыңызға қалай жету керек, ниетті қалай қою керек. Сол үшін бұл сабақтың тақырыбы да менің ниетім. Сіз ниетті қалай қоясыз, Алла тағала сол ниетіңізге қарай береді. Кез келген дұға болсын, кез келген іс болсын, біз барлығын Алланың атымен бастаймыз, иә? Бір жақсы жер біз Алланың атымен бастаймыз, бисмиллах деп бастаймыз да, бірақ аяқ жағын бытшытын шығарып жібереміз ғой. Аллаға сенбейміз, күмән келтіреміз, тапсырмаймыз, асығамыз, күмәнданамыз, қорқамыз, лайықсыз деп санаймыз, иә? Аяқ жағын бытшытын шығарамыз. Бұл сабақта сіздер сол барлығын вселенныймен, ғаламмен байланысу, Аллаға тапсыру, бәрін бірге үйренесіздер түгел. Медитация тыңдау арқылы өміріңізді өзгертуге де мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл вибрация көтеріп, адамның энергиясын өзгертеді бұл сабақ. Сіздің энергияңыз өзгергенде кеңістіктегі бүкіл сізге керек мүмкіндіктің бәрі тартылады. Өйткені біз тартылыс күші арқылы жұмыс жасаймыз. Бізде сондай құдірет бар, бізде сондай магнетизм бар. Біз магнитпіз. Мына жерде мен қазір қандай сөздерді айтып отырмын. Қазір мен сіздерден эфирден шыққаннан кейін инстаграмға кіретін болсам, дәл осы мен айтқан ақпараттардың бәрін информациясы шығып тұрады, алдымнан шығады қазір. Тура сондай кеңістік сізді естиді. Бұл сабақта именно сол кеңістікке, кеңістіктің естіп тұрғанына, әрбір сөзіңіздің сіздің құдіретті екеніне, сіздің ниетіңіздің 100% орындалатынына қалай сену керек, соның барлығын үйренесіздер. Так, солай, қыздар. Жаңа айтып кеттім, осы сабақты 24 000 алатын болсаңыз, тағы да қайталап айтам. 24 000 алатын болсаңыз, 150 000 теңге тұратын энергетиканың бағасынан 24 000 теңгені шегерем. 10 адамға солай жасайым. Алғашқы 10 қызға сондай жеңілдік болады. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Осы менің ниетім деген сабаққа арналған сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін, сонымен эфирді аяқтайын. 50 минут болды отырғаныма. Барлығын түсіндіріп айттым деп ойлаймын. Қалғанын енді сабақта айтамын. Мені білесіздер, мен андай салдыр салақ болмаса бір басқа бір болмайтын әңгімені айтпаймын. Мен айтсам нақты, жинақы жұмыс жасайтын сондай нәрсені айтамын. Мен адамдарды алдағым келмейді, өйткені мен ондай сынақтардан баяғыда өткенмін, әбден шекеме тиген. Адамдарды өтірік алдағым келмейді, алдамаймын да. Барлығы сіздердің игіліктеріңіз үшін, барлығы сіздер үшін. Прям беріліп соны құрастырдым сіздер үшін. Сабақ бірінші күні теория болады, барлығын түсіндіріп айтамын. Ол енді 2-3 сағатқа созылуы мүмкін бірінші күні. Екінші күні сіздерге медитацияларды қалай қолдану керек, қай кезде қандай медитацияны қолдану керек, соны айтамын. Одан кейін барып осы мен берген сабақпен бірге нейрографиканы қалай бірге алып жасаймыз, соны үйретемін. Ол өте күштенді, өте күшті. Мен соңғы үйрететін, бонусқа беретін нәрсем, ол самый фишкасы ғой. Менің өмірімді жаңағы нейрографика арқылы өзгерткен сол бір фишканы осы жерде беремін сіздерге. Ол нейрографика ғана емес, ол вообще күшті, прям күшті потокқа әкеледі сіздерді. Соны берем. Ең маңыздысын берем. Үйретемін нейрографика негіздерін.
қалай қолдану керек, прям өздеріңіз сезесіздер сабақта, прям вау дейсіздер ғой. Сондай сабақ болады. Мен енді бұрыннан да мен өз ісіме өте жауапты адаммын. Ешқашан біреулерді алдап, бір алаяқтық жасап, ондай болмаған. Осы жерде менің ата-аналарым да отыр, бұрынғы менің балаларымның аналары да бар бұл жерде мені тыңдайтын. Менің бұрын мен басшым болған кісілер де отыр осы жерде, маған мұғалім болған кезде бастық болған маған. Ол кісілер де мені қарайды. Олар біледі менің қаншалықты шынайы екенімді, қаншалықты шыншыл екенімді, қаншалықты жұмысыма адал екенімді, қаншалықты жұмысымды беріліп жасайтынымды біледі. Сондықтан мен де сіздерді де ойлаймын солай біледі деп. Өйткені енді маған тіркеліп тұрған болсаңыздар, мені қарайтын болсаңыздар, демек менің энергияма келіп тұрғансыздар. Әр адамның өзінің тыңдайтын адамдары болады, әр адамның өзінің энергиясына келетін, өзіне лайықты, өзін тыңдайтын, сондай бір мінезіне сай сондай адамдар болады, иә. Сондықтан сіздерді осы сабағыма шақырамын. Енді сабақ үйрету жағынан мен 10 балдық шкаламен белгілейтін болса, 10-да 10 алатын едім сабақ беру жағынан. Өйткені мен бұрын мұғалім болдым ғой. Берген білімімді жаңағы жүйелі түрде жеткізудің мен мастерімін ғой. Сол үшін бұл сабақта түсінбей қаламын, немесе бұл қайдан шыққан деген сияқты нәрселер болмағаны дұрыс. Өйткені бұл сабақты мен бірнеше уақыттан бері өзім қолданып жүрмін. Енді соның барлығын жиып, теріп, мынандай деп саралап, анализ жасап, өзімнің ішкі қабілеттерімді, қасиеттерімді қолданып, білімімді қолданып, осы сабақты сіздерге үйретпекшімін. Жарайды, келіңіздер сабаққа, қатысыңыздар. Прям өкінбейсіздер қыздар, от души үйретем. Мен осы жерде менен оқыған қыздар да бар ғой, менен сеанс өткен қыздар да бар. Мен не айтсам да от души айтам, не айтсам да шын махаббатымен айтам, не айтсам да жүрегіммен айтам. Әбден енді өмірдің біраз сынақтарынан өттік қой, білеміз. Алдағанда не болады, алдамаса не болады. Карманы біліп тұрып, оны жасауға болмайды. Сондықтан ешқандай күмәнданбаңыз, ешқандай күдіктенбеңіз. Әрбір алған білім сіздің жаныңыздың жадысында сақталады, ол рухыңызды биіктетеді. Білімсіз жан күйзеледі, білім болмаса. Білім болмаса жан қиналады, білім болмаса жан депрессияға түседі, білім болмаса жан стресте болады, білім болмаса жан қиналады кәдімгідей. Өйткені оған білім керек. Жан осы өмірге не үшін келді? Оқып, тоқып, ізденіп, дамып, жанын, рухын биіктетуге келеді. Осы өмірге тек қана біз білім алып өсу үшін келеміз ғой. Барлығымыз қазір сынақта жүрміз, сыналып жатырмыз. Мен де сыналып жатырмын, мен мысалы сіздерге білім беру арқылы мені қазір Алла тағала сынап тұр. Сен қандай ниетпен беріп тұрсың, және қандай ниетпен үйретейін деп тұрсың дейді. Сол сияқты сіз мені қандай ниетпен тыңдап отырсыз, қандай ой түйіп отырсыз, ол сіздің кармаңыз. Ал мен сабақ беріп отырып сіздерге қандай ниетпен беріп тұрмын, қандай жүрек тазалықпен беріп тұрмын, ол менің кармам болады. Сондықтан карманы біле тұра, жаңағы өмірдің минустық кармасына өтіп кету, ол үлкен өзің үшін жасаған қастандық деп білемін. Сол үшін өздеріңізге білім алыңыздар, білім нәрімен сусындатыңыздар жандарыңызды. Жанға білім берген сайын жан нәрленеді ғой, жан нұрланады, жан рахаттанады, жан тыныштық табады. Бұл сабақ сізге тыныштық сыйлайды, жан тыныштығын сыйлайды. Кәдімгідей тынышталасыздар. Өйткені ең бірінші өзін таппаған қыз-келіншектерге арнап мен медитация беремін, барлықтарыңызға беремін. Ең бірінші сол адамның алға қарай жүруіне не кедергі болады? Бірінші сонымен жұмыс жасап тастаймыз, одан кейін барып мен сіздерге сабақты үйретемін. Қалай жасау керек, не істеу керек, барлығын дұрыстап түсіндіріп, прям
бірінші класстың баласына түсіндіргендей мынау бүгінгі сабақ, мынау бүгінгі күн, мынау бүгінгі сынып жұмысы деп тұрып үйретіп беремін ғой сіздерге. Мынау бірінші жаттығу, мынау екінші жаттығу, енді жазасың, енді айтасың, қайтала деп кәдімгідей бірінші класстың баласына түсіндіргендей түсіндіріп беремін. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? 18 күні бастаймыз, қыздар. Тағы да бір қайталап айтайын. Бағасы 24.000 теңге. Энергетическаның бағасы 150.000 теңге болса, жеке, 150.000 теңге ғой қазір. Сол 150.000 теңгеден мен 24.000 теңгені шегеріп алып тастаймын. Кім осы сабақта қатысады, кім осы сабақты алады, соған энергетическаның 24.000-ы кем болады. Сондай алғашқы 10 қызға. Эфирге шығып қанша энергиямен түсіндірудің өзі үлкен еңбек қой, рахмет. Әрине еңбек. Оның бәрі энергия, оның бәрі, егер білімің болмаса, не айтасың? Білім болғаннан кейін шығып тұрмын. Бөліскім кеп тұр. Өйткені жанымды кернеп бара жатыр. Бөліскім кеп тұрады, айтқым кеп тұрады. Сондай құрастырып бір нәрсені бергім кеп тұрады. Менде сондай талант бар ғой енді ішімде, әркімде де сондай талант бар. Енді осы сабақта сіз өзіңіздің ішкі талантыңызды ашасыз, ішкі құндылығыңызды ашасыз. Енді қараңыз. Тағы да бір нәрсе айта кетейін. Мына кітапты, ниет деген кітапты мен сатып алғаныма біраз уақыт болды. Бірақ бұл кітапқа ниетті қалай жазатынын білмедім. Бірақ ешкім үйретпеді, енді ниетті қалай жазу керек екен. Содан тап-таза болып тұр, жап-жаңа болып. Ешқандай ниет жазбағанмын, Содан осы сабақты құрастырып, енді бұның алдында да басқа дәптерлерге жазып жүрдім ғой. Осы сабақты құрастырғаннан кейін, осы сабақ почему-то менің ниетім деп құрастырылды ғой, қараңыз. Осы кітаптың ішіне не жазамын, қалай жазамын, ниетімді деп жүретінмін. Енді сіздермен бірге мен де жаңа ниеттерімді осы кітапқа жазып бастаймын. Ниет жазу деген өмір бақи қалмайды ол. 80-ге келсеңіз де, 90-ға келсеңіз де, 100-ге келсеңіз де, 75-ге келсеңіз де, 50-ге келсеңіз де, өзіңіз дамытып, ниет қоюдан жалықпау керек. Ешқашан жалықпау керек. Бұл барлығына ниеттенеміз ғой. Дәрет алатын кезде ниеттенеміз. Намаз оқитын кезде ниеттенеміз. Мал соятын кезде ниеттенеміз, Барлығы ниеттен тұрады. Сол үшін, бірақ біз ниеттеніп аламызда қорқамыз, ниеттеніп аламызда сенбейміз, ниеттеніп аламызда күдіктенеміз, ниеттеніп аламызда ұяламыз, ниеттеніп аламызда өзімізді бағаламаймыз, ниеттеніп аламызда өзімізді қорқытамыз, ниеттеніп аламызда Аллаға еш нәрсені тапсырмаймыз. Барлығын өзім шешем, тиіспе маған дейміз, Сол үшін айтады Алла тағала, өзің жасай алсаң мә дейді. Содан не басталады? Содан адамның өмірінде хаос басталады. Оның барлығы неден болады? Оның барлығы мидағы хаостан болады. Ал мидағы хаосты қалай тоқтатамыз? Бір ғана нәрсеге жұмыс жасаймыз. Мидағы артық нәрсенің бәрін алып тастаймыз. Мидағы артық нәрсенің бәрін алып тастаған кезде сіз бір ғана нәрсені ойлайсыз. Бұл техника, бұл сабақ сізге бір ғана өзіңіздің өміріңізге дәл қазіргі сәтке, осы 1 жыл, жарты жылдың ішінде сізге не керек? Сіз сонымен ғана жұмыс жасайтын боласыз. Анау бұрынғыдай 1045 арманды ойлап алып, миыңызда хаос болмайды. Мысалы, Инстаграмда отырасыз, әдемі бір ыдыс көресіз, осындай ыдыс алу керек, бітті, арман кетті. Екінші, бір қымбат машина мініп бара жатқан қызды көресіз, осындай машина алу керек, кетті, екінші арман кетті. Үшінші, қымбат бір киім көріп қаласыз, бір осындай қымбат киім алу керек, үшінші арман кетті. Осылай миымызда хаос болып кеткен ғой. Ал осы хаостың бәрін тоқтату керек. Хаостың бәрін тоқтатып, өзіңіздің ішкі жан қалауыңызға келіңіз. Жан, ол сіздің басқа бір адамның астындағы машина керек емес сіздің жаныңызға. Сіздің жаныңызға айдадағы бір бай адамның үйінің ішіндегі мебелі, үйінің ішіндегі дүниесі керек емес сіздің жаныңызға. Сіздің жаныңызға азық керек. Сіздің жаныңызға рухани азық керек. Жан деген ол не ол? Жан деген ол адамның жаратылысындағы ең бірінші Алламен жақындастыратын, Алламен байланыс орнататын жалғыз ғана жаратылыс жан. Бітті. Басқа еш нәрсе сізді Алламен байланыстырамайды. Ниетті немен жасаймыз? Жүрекпен жасаймыз. Сұрағанда немен сұраймыз? Жүрекпен сұраймыз, Осылай. Жан арқылы
жанның қалауы арқылы, жанды тыңдау арқылы кез келген сіз ойламаған нәрселерге жетуге болады. Өйткені жан арқылы Құдаймен байланыс орнайды. Жан, тағы да айтайын, жан адамды Құдаймен байланыстыратын ең негізгі, ең үлкен құдіретті күшке ие. Басқа еш нәрсе ие емес. Одан кейін сіздің өміріңізді басқаратын, сигнал беріп тұратын ол ми, система. Ал мидағы ақпараттардың барлығы, мына жердегі жұлын бар ғой, жұлында нейрондар бар. Мына мидың іші толған система ғой, кәдімгі компьютердің іші сияқты быжырқай. Сол системада кәдімгі вибрация болып тұрады, ойнап тұрады. Жақсы ой болса, әппақ нұр шашып тұрады. Сол нұрға сіздің басқа жақтағы кеңістіктегі бүкіл информацияларды тартасыз. Үнемі қорқып жүретін болсаңыз, мынау кеңістік сізді түсінбейді. Ол кеңістік адамды қалай түсінеді? Сіз қазір қорқып тұрсаңыз, қорқып жүретін болсаңыз, үнемі, кеңістік сізге шынымен де сондай қорқыныш керек екен деп ойлайды. Мынау Динараға қорқыныш керек екен, мә дейді да, анандай қорқыныш, мынандай қорқыныш бере береді. Кедейлік деп, кедеймін деп ойлап жүрген болсаңыз, кеңістік сізді түсінбейді. Ол айтады, кедеймін деп ойлай берсеңіз, кеңістік айтады, бұған кедейлік керек екен ғой, мә дейді да, бере береді. Түсіндіңіз ғой, кеңістік қалай жұмыс жасайтынын. Сондықтан ең бірінші ойдағы, менталды денедегі, менталды денені мидағы, менталды дене деп атайды. Мына жердегі эмоционалды дене деп атайды. Эмоцияларымыз бар, мына жақта өкпе, реніш, адамдарды қабылдамау, жек көру, сондай эмоцияларымыз, олар осы кеудеде болады. Біреуді ренжіткен кезде осы кеудеміз ауырады. Барлық жақсы да, жаман да ойдың бәрі осы жерде, менталды денеде. Мына менталды дене мусорға толған кезде қабылдамайды информацияны. Уже сбой беріп жатыр. Сол кезде адамға еш нәрсе керек болмайды да, мына жақта жан ауырады. Барлығы бір-бірімен байланысты ғой. Түсіндіңіз ғой, Ал мына жақтағы энергия тап-таза болса, позитив болса, тек қана ғаламның центріндемін деп барлық энергияны күшті тартып тұрған болсаңыз, жаңа білімдерді алып тұрсаңыз, жаңағы Құдаймен байланыс дұрыс болса, өзіңіз дұрыс болсаңыз, жан дұрыс азықтанады да, жанға дұрыс азық бере аласыз. Енді сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз. Бұрын соңғы рет қашан білім алдыңыз? Жаныңызды қашан біліммен әрлендірдіңіз? Жаныңызға соңғы рет қашан білім бердіңіз? Соңғы рет жаныңызды қашан тыңдадыңыз? Соңғы рет қашан өзіңізбен бірге болдыңыз? Соңғы рет қашан өзіңіздің ойыңызды басқардыңыз? Бұл ой қайдан келді? Бұл ой менікі ма? Бұл ой кімнің ойы? Соңғы рет қашан өзіңіздің арманыңызды анықтадыңыз? Сұрақ қойыңыз өзіңізге. Осы сұрақтардың жауабын жазыңыздар. Соңғы рет қашан қойдыңыздар осы сұрақтарды өздеріңізге? Көбінесе адамдар басқа адамдардың өміріне қарап адасып кетеді да. Шын мәнінде мен жаңағы айтып кеткенім сол. Сіздің жаныңызға басқа біреудік сияқты дүние керек болмайды. Бұл сабақта сіз рухани мен материалды ұштастырып өмір сүріп жүресіз. Рухани мен материалды ұштастыра отырып, гармонияға, үйлесімге келтіре отырып, өзіңіздің ойыңызды, санаңызды басқарып, санаға дұрыс программа беріп, солай өміріңізді реттей аласыз. Сондай ғой деп адасып кетеміз ғой, рас, мен де мысалы сондай блогер болсам ғой деп. Менде ондай қателіктер болған. Сосын мен кейін өзімнің жанымды тыңдап, ойымды тыңдап үйрендім. Одан кейін мен қойдым. Менде де сондай болған. Менде де сондай жаңағы 100 мыңдаған подписчик болса ғой. Сосын мен зерттей бастадым, оказывается, ол адамның қаншама мың оқырманы болғанына да, немесе қаншама мың қымбат машинасының болғанына да, немесе қаншама бір зәулім үйде тұрғанына да байланысты емес екен. Адамның жанының тыныштығы, өзін табу, өзінің жан қалауына жету, сол екен ғой өмірдің бақыты.
егерде сананы ойды өзгерту арқылы адам өзінің бір үйлесімді бір сондай балансқа, өзінің өмірін балансқа келтірген кезде адам кәдімгідей өзінің жерді басып бақытты болып жүргенін сезеді. Көбінесе адамдар осы сәтте емес қой, жапырақтың қашан сарғайып, жапырақтың қашан түсіп кеткенін байқамай қалады, қашан қар жауып, бір қарасаң қар еріп көктем болып отқанын байқамай қалады. Бір қарасаң қыстың аяқталып жаз болып кеткенін байқамай қалады адамдар, Өйткені асығыс осы сәтте емес адам. Әйтеуір жүр ғой, әйтеуір кредит жапсам, әйтеуір сол жаңағы кредит жапсам. Ең бірінші қазіргі адамдардың проблемасы кредит жапсам. Бітті, Басқа бір өмірдің мәні қалмаған сияқты қазір. Кез келген энергетикаға келген адамдардан сұрайсың, қандай проблема? Кредит. Кредитті алған кезде кәдімгідей саналы түрде алу керек та, саналы түрде жаба алатындай деңгейге дейін деңгейде, оған жауапты болу керек. Мысалы 1 миллион кредит алсаңыз, енді соның графигі бойынша соған жауаптысыз, сіз бітті. Банктың алдында жауаптысыз. Сіз жауапкершілік алдыңыз, енді соны жауапкершілікті төлеу керек. Сіз соны мида сақтау керек та. Мида осындай түрлі жаңағыдай хаос. Негізі адамдар көбінесе кредитке не үшін кіреді? Айналадағы қоршаған ортаның әсері бұл. Қазір не көп реклама көп, қазір не көп жарнама, киім жарнамалайды, бәрі интернетте ғой, қазір бәрі интернетте. Ыдыс-аяқ интернетте, бәрі интернетте. Не істейміз? Көреміз да қызығамыз. Ал біздің миымыз, ойымыз неге жақын? Материалға жақын, материалдық жетістіктерге жақын логикамыз. Ал логика айтады, ала салса шеттен құтыла саласың ғой дейді. Сосын айтасыз, мен шынымен де ала салайын, әйтеуір айлағанда құтылам ғой дейсіз, сөйтіп жамала береді. Сол үшін логиканы тыңдамау керек та, жанды тыңдау керек. Жалпы маған ол керек па, керек емес па, маған қандай рахат береді ол нәрсе деп, не алам мен одан алғаннан кейін деген сияқты. Кәдімгідей саналы өмір сүріп үйрену керек та. Бұл сабақта саналы өмір сүріп үйренесіз. Ойыңызды басқарасыз, кәдімгідей айтып отырмын ғой. Кәдімгідей реально ойыңызды басқарасыз кәдімгідей. Қазір мен көп адамдар айтады, инсайт ала алмаймын деп. Потому что миы толып тұр ғой мына жағы. Флешка бос емес, қабылдай алмайды, сбой беріп жатыр. Обновление керек. Ми айтады, обновление керек, мен миым қабылдамайды дейді. Ашып кеткен ғой әбден миы, анандай естейді, мынандай естейді, содан. Сол үшін миға перезагрузка керек. Перезагрузка бәрін тоқтатып, ойды жаңалап, сананы жаңалап, жанға жаңа білім беріп, нәрлендіріп, қайтадан бастау керек та, бәрін реттеу керек. Өмірді реттеу, ойды реттеуден тұрады. Ой реттелгенде өмір реттеледі. Ой тынышталғанда дене тынышталады, жан тынышталғанда өмір тынышталады, тән тынышталады. Ауру да азаяды. Аурудың бәрі негативті ойдан келеді. Аурудың бәрі эмоционалды блоктан келеді. Аурудың бәрі энергияның ластығынан келеді. Біз Алла қаласа дейміз да. Алла қаласа деген біздің бір күшті сөзіміз бар. Бірақ оны біз тек қана ауызда айтамыз, жүрекпен айтпаймыз. Алла всегда қалайды. Өйткені Алла сізге уже еркіндікті беріп қойды. Айналайын мә деп тұр. Мә, ғаламда бәрі бар, қолдан білім ал, өс, дамы, бәрі бар, мә деп тұр Алла Тағала. Біз айтамыз, білім аламыз, жаңағы көп адамдардың айтатын сөзі, бір нәрсе десең, Алла қаласа аламыз ғой дейді. Егерде сіз қаласаңыз, Алла всегда ия дейді сізге. Соны біліңізші. Сізге всегда Алла ия дейді. Сіз алмайым десеңіз де жарайды, ия дейді. Сіз алам десеңіз де жарайды, ия дейді. Шешімді қабылдайтын сіз. Всегда қандай жерде жүрсеңіз де, қандай салада болсаңыз да, кім болсаңыз да, Алла Тағала әрбір адамға таңдауды берді. Таңдауды берді. Осы өмірді жақсы сүріп, білім алып, жаныңды азықтандырсаң да өзің білесің. Жоқ, просто
бір сарынды өмір сүрсең де өзің білесің. Күнде жұмысқа барасың, келесің, ұйықтайсың, барасың, келесің, ұйықтайсың, тамақ істейсің, кір жуасың, үтіктейсің, осылай өмір өтеді. Бұрынғы ана 19 ғасырдағы сияқты, киіз үйде тұрып жатқан сияқты өмірді сол программамен жүре бересіз да. Ал қазір ондай емес. Қазір жан ол деңгейде емес қазір жан. Неге адамдарда бір нәрсе жетіспей тұрады? Неге бұрын болмады? Қазір басқа энергия. Қазір жанды дамытатын энергия. Сол толқында тұр адамдар. Өйткені жан, жердің толқыны солай болып тұр ғой, вибрация солай болып тұр ғой. Енді жан білім алып, сол толқында болу керек қой, сол толқынға көтерілу керек. Ал ол толқыннан төмен тұр ғой, білімі жетіспей тұр. Ол толқыннан төмен болған кезде, сол бұрынғы ескі программамен жүр ғой. Анау жаңағыдай бір сарында. Барат келет, жасайды, жуады, үтіктейді, киет, сондай. Тоқтату керек, бәрін тоқтату керек та, прям әр адам өзінің жанына үңілу керек. Бұл өмірді сүрудің мән мағынасы да сол ғой. Өмірге келген кездегі просто так келе салған жоқпыз ғой. Просто так келіп ап, тамақ істеп, кешкешін опырып, тамақ жеп, опырып жаңағы тек қана тамақ аламыз ғой біз негізінде. Көп тамақ аламыз, тамақ ала береміз. Тапқан ақшамыздың бәрі тамаққа кетеді, әжетханаға жұмыс жасаймыз. Негізінде оның да бір несі бар. Оны да тоқтатуға болады. Адамның асқазаны мына өзінің жұдырығындай болады. Соны 4-ке бөлген кезде дейді. Соны 4-ке бөлген кезде мына бір бөлігінде ауа болу керек, бір бөлігінде су болу керек. Сонда мына 2 бөлігінде жаңағы бір бөлігінде тамақ болатын болса, бір бөлігінде ғана жаңағы пайдалы жеміс-жидектер болу керек. Сонда асқазан полуголодный болып тұру керек. Ал біз не істейміз? Нығыздап тұрып аламыз ғой, аузын мұрнымыздан шығарып тұрып, Бұл да сол бұрынғы программаның несі ғой. Бұрынғы программалардың әсері ғой. Аштан өліп қалатын сияқтымыз, тамақ бітіп қалатын сияқты сондай. Оның бәрін адам өзі бақылау керек. Бір адамдардың ішіне кіріп шыға алмаймыз ғой, білмейміз ғой олардың ішіне не ойлап тұрғанын. Сол үшін. Сондай. Енді бұл сабақта өте көп құнды, өзіңіздің өміріңізге қолданатын, кәдімгідей инсайт алатын, өмірдің мәнін түсінетін, өзіңізді түсінетін, баламен ара қатынасыңыз дұрыстайсыз. Күйеуіңізбен ара қатынасыңыз дұрыстайсыз. Әйелдік энергия дейсіз ба, денсаулық дұрыстау дейсіз ба, шетелге қыдыру дейсіз ба, кез келген өзіңіздің арманыңызды жаңағы айтқан қызыл алма деген техника сияқты жасайсыз. Бітті. Өте оңай. Оған жетудің барлық жолдарын айтамын, түсіндіремін, үйретемін. Бітті. Енді осымен эфирді аяқтайын. Сұрақтарыңыз болмаса, барлығын енді айтып өттім. Сол елдің арманымен өмір сүріп кетеміз ғой. Ана бүйтіп жатыр, мына сөйтіп жатыр, біз де алайық, біз де бүйтейік, біз де сөйтейік деп. Мүмкін негізінде ол сізге керек емес шығар, соны түсіну керек қой. Неше күн болады. Так, 18-і бірінші күні теория болады, барлығын айтамын. Екінші күні сіздерге уақыт беремін. Үшінші күні жаңағы нейрографиканың негіздерін үйретемін. Сонда 3 күн болады, өзі қысқа ғана, ол қысқа ғана, нақты, түсінікті. Ол курс емес, ол сала құлаш жаңағы өзіңізбен проработка жасап, уақытыңыздың бәрін кетіріп отырмайсыз. Медитация берем, күніне бір 5-10 минут уақытыңызды медитацияға бөлесіз. Сондай. Бұл өте қысқа сабақ, бұл курс емес, сабақ. Кәдімгідей мен өзімнің білгенімен бөлісетін, үйрететін сабақ. Сол эфир сақталады. Эфир сақтап қояйын. Енді өте көп маңызды, ең құнды, күшті өзімнің жаңағы потокта келген информация ол жүректен шығады. Мен всегда информацияны потокта болғанда айтам. Эфирге шыққанда да мен потокта болғанда шығам. Если не в потоке, если кейде энергиям жетпей тұрады, или кейде көп жұмыс жасап қоямын, ол кезде мен эфирге шықпаймын. Потому что информация потокта келіп айтқанда жүректен шығады. Жүректен шыққан әңгіме барлық адамның жүрегіне қонымды болады.
сол үшін кәдімгідей реально құлаққа кіретін білім алып өздеріңізді дамытыңыздар. Сау болыңыздар. Осы эфирде болып менімен бірге аяғына дейін отырған, жүрекшелерді басқан, алғыс айтқан, мені тыңдаған, мені көріп отырған барлық қыз келіншектерге, апайларға барлығына алғыс айтамын. Алғысым шексіз. Осы ғаламда, өмірде эфир сақталады. Өмірде сіздермен бірге болғаным үшін, сіздердің алдыңызға осылай шығуға маған Алла тағала үлкен мүмкіндік берген үшін үлкен көп алғыстар айтамын. Әрбіріңіз ішіңіздегі осындай талантты ашып, әрбіріңіз өзіңіздің ішкі құндылығыңызды дамытып, әрбіріңіз өзіңіздің қалаған өміріңізге жетуге Алла тағала всегда я дейді. Жасаймын десеңіз я дейді. Жасамаймын десеңіз де я дейді. Алла тағала всегда сізге я дейді. Соны біліңіз. Алла қаласа деп көп нүктелерді қойып қоймаңыз. Шешімді қабылдайтын сіз. Шешімді қабылдайсыз, Алла тағала я дейді тағы да. Шешім қабылдадым, Аллахым, осыған тәуекел еттім, осы білімді қайырлы ет маған дейсіз ба? Алла тағала оған да я дейді. Барлық жерде Алла тағала я дейді. Дұрыс жасасаңыз да я дейді, дұрыс емес жасасаңыз да я дейді. Бұл өмірде Алла тағала барлығына таңдады берген. Барлық адамға бірдей берген. Сондықтан енді ол туралы мен бар ғой бір айта берсем, мен отыра берем негізі. Көп өте айта берем мен. Потокта болған кезде мен тоқтай алмаймын, айта берем. Информация деген ағыл тегіл келе береді маған. Сабақта да солай бөлсем, келіңіздер сабаққа қатысыңыздар, жан тәніммен, Алланың қалауымен барлық мүмкіндіктерді қолданып, энергиямды қолданып, күшімді қолданып, білімімді қолданып сіздерге өміріңізді өзгертуге, өмірлеріңізді өзгертетін барлық информацияны айтуға сіздерге әрқашан дайынмын. Сау болыңыздар, сізге де мың алғыс.